Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында бургерге арналған булочкалар пісіреміз. Булочкаларымыз өте дәмді, әрі үсті де, асты да қып-қызыл, жұмсақ болып шығады. Булочкаларымызды әзірлеу үшін ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызды алып, жылы сүтімізді құямыз. Үстіне жылы суымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Шекерімізді саламыз. Ашытқымызды салып, венчигімізбен араластырамыз. Араластыра отыра, ертіп алған сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Бір келкі қып жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды електен өткізіп алып, ұнымыздың барлығын бірден қоспай, бір бөлігін қосып, қолымызбен қамырымызды илейміз. Осылай илеп, үстінен қалған ұнымызды қосамыз. Осылай ұнымыздың барлығын бірден қоспай, 3 бөлікке бөліп қостым. Енді қамырымыз бір келкі болғанша, осылай 3-ші бөлігін қосып, қамырымыз бір келкі болғанша, қамырымызды илеп аламыз. Булочкаларымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай қамырымызды бір келкі болғанша илеп алдым. Қамырымыз сәл қолымызға жабысқақтау болады, жұмсақ. Осылай илеп алдық. Енді бетін жауып, ашытуға 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Осылай қамырымыз ашыды 2 сағаттан кейін. Қамырымызды алып, бізге таразымыз қажет. Таразымызды алып алдым. Енді қамырымыздың енін қандырып, 90 граммнан қамырларымды өлшеп алдым. Осылай өлшеп алсаңыздар, барлық булочкаларыңыз бірдей болып шығады. Осылай қамырлардың барлығын бөліп алдық 90 граммнан. Енді қамырларымыз бөліп алғасын осылай дөңгелектеп аламыз. Қамырларымызды бөліп алып, дөңгелектеп, енді барлық булочкаларымыз бірдей болғанын қаласаңыздар, осылай қамырымызды алып, ортасынан қатты күш салмай, қолымызбен ортасына видеода көргендеріңіздегідей осылай елесеңіздер, қамырларыңыз барлығы бірдей дөңгелек, булочкаларыңыздың бәрі бір келкі әдемі болып шығады. Сіздерге осылай көп көрсеттім. Қатты күш салмай, тек қамырды дөңгелектей бересіздер. Осылай қамырларымыздың барлығын дөңгелектеп алдық. Енді қамырларымызды осылай листімізге орналастырып, бетін пленкамызбен жауып қоямыз 20 минутқа. Тағы да көтеріледі сонда булочкаларымыз. Пешімізді қыздыруға қойып қойыңыздар осы уақытта. Осылай 20 минуттан кейін пленкамызды алдық. Керемет болып көтерілген қамырларымыз. Сәл үстін осылай басыңыздар. Сонда жалпақтау болып шығады булочкаларымыз. Осылай үстінен қатты баспай, сәл ғана басып, енді жұмыртқамыздың сарысының үстіне 2 қасық сүтімізді құйып, осылай булочкаларымыздың үстіне жағып шығамыз. Сонда қып-қызыл әдемі болып шығады булочкаларымыз. Осылай барлық булочкаларымызға үстіне жұмыртқамызды жағып алдым. Енді үстіне сәл ғана күнжітімізді қосып, осылай күнжітімді сеуіп алдым барлығына. Енді духовкамызға салып пісіріп аламыз. Булочкаларымыз осылай қып-қызыл томпақ болып пісіп шығады. Осылай булочкаларымыз дайын, өте әдемі болып шыққан. Әрі булочкаларымыз өте жұмсақ. Сіздермен бірге болған Таңжарқын, қош сау болыңыздар.